Қалайсыздар достар, бүгінгі сабақта біз Facebook'ке толық шолуды өткізетін боламыз. Кеттік, енді бастайық. Енді қараңыздар, мынау ең басты главный бет. Одан кейін мына жақта YouTube'да видеоларды көре аласыз. Мына жақта Marketplace, мына жақта группалар. Marketplace'ті көрсетіп жіберейін қазір. Яғни бұл жақта мысалы тауарлар бар. Одан кейін группалар. Яғни бұл жерде әртүрлі группа өзіңіздің қызығушылығыңыз бойынша группаларға кіре аласыз. Және де одан бөлек мына жақта сіз үшін деген, яғни мына жерде әртүрлі видеолар, ойындар, соның барлығы бар. Так, енді қайтадан басты бетке өтейік, одан кейін келесі. Мына жақтан сол жағында еще деп басатын болсақ, бізге ең басты инструменттер көрсетілген. ADS Manager бұл реклама жасайтын бөлім, яғни осы жерден біз таргетті жіберетін боламыз. Страница біздің бизнес парақшаларымыз, группа, сіз қандай группада тұрасыз деген секілді. Так, Watch, Marketplace, воспоминания, вакансии, игровое видео. Так, бұл жерде енді керектері, ең керегі осы бастапқылар. Яғни бұл жерде сізде де дәл осылай страницамен ADS Manager бірінші бет ең жоғарында тұрмауы мүмкін, олар астында тұруы мүмкін. Әрбір ADS Managerге бірнеше рет кірген сайын ол жоғарыға осылай көтеріледі. Енді келесі, одан кейін мына жақтан оң жақ, жоғары жақ бұрышында мына үш бұрышты бассаңыз, мына жерде қара үш бұрыш, сол жерде настройки и конфиденциальность, справка и поддержка, одан кейін отображение специальной возможности. Facebook аккаунттан шығып кету бар. Настройкада бұл жерден негізгі настройкалар бар, яғни конфиденциальность бойынша, яғни бұл жерде бүкіл сізді кім көре алады, достарыңыз кім көре алады деген секілді функцияларын қоясыз. Одан кейін өзіңіздің информацияңыз бойынша доступ қоя аласыз, распознавание лиц, одан кейін ары қарай аса қатты маңызды емес. Енді настройки конфиденциальность и все, в принципе, осы бұл жақтан аса қатты маңызды еш нәрсе қалмады. Так, енді келесі страницаға өтейік. Бұл страницада сіздің ашқан бизнес страницаларыңыз тұрады. Яғни, мысалға, әрбір таргет проектіне бөлек-бөлек страница ашасыз. Соның барлығы осы страница бөлімде тұрады. Мысалға, мына жерде мен жіберген рекламалардың страницалары. Егер де сіз бұрын әлі таргет жібермеген болсаңыз, онда сізде страницада ешқандай не болмайды, деп сізге шығып тұрады осылай. Создать новую страницу деген секілді шығып тұрады. Так, в принципе, осы. Одан кейін поиск друзей, егер де бір нәрсе керек болса, іздегіңіз келсе, осы жақтан іздей аласыз. Егер, так, одан кейін өзіңіздің достарыңызды осы друзьяға кірген кезде, міне бірден жақтан бұл емес. Друзьяға кірген кезде, друзья болу керек. Друзья ана жақта шығып тұрады өзі қазір. Ана жерде контакты осылар. Осылар. Яғни осылар шығып тұрады, мына жақта мысалы сізге запрос тастаған достар, запрос тастағандарды подтвердить етесіз, немесе удалить етесіз деген секілді. Жалпы Facebook'ке шолу осы, мына жерде сіздің, мысалға, например, әртүрлі группаларға жазылдыңыз, достарыңыздың жаңағы салған посттары, суреттері, видеолар, соның барлығы осы жерде тұрады. Яғни осы жерде бүкіл публикациялар соның барлығы тұрады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.